Құрметті ұжымның ер азаматтары, сіздер қашанда отанымыздың және отбасының тірегісіздер. Сіздерді бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күніменен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге әрқашанда еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық және әрқашан аспанымыз ашық болып, бейбіт ғұмыр тілейміз. Еліміздің қорғаны болып жүре беріңіздер. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Армысыздар ардақты азаматтар, отбасының тірегі елді бастар. Құтты болып мереке баршаңызға, бақ береке әкелсін отбасына. Құрметті 235 мектептің жігіттері және әріптестер, сіздерді отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт және қажымас қайрат тілейміз. Құрметті ер азаматтар, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сөздеріңізге берік, іс-әрекеттеріңізге нық, отанға адал, елге қайырымды және отбасыларыңызға мейірімді бола беріңіздер. Біз сіздерді мақтан тұтамыз. Құрметті арқа сүйер ер азаматтар, аман болыңыздар. Құрметті номер 235 орта мектептің ер азамат ұстаздары, сіздерді бүгінгі мерейлі мереке отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қорғаушылар күні бүгін отанды, қорған болар ер азамат ұлтжанды, отбасының тірегі де солар ғой. Олар әке, арқа сүйер, нән тау ғой. Ер елінің қорғаны деп аталар, есті еркек үлкендерден баталар. Ел басына күн туардай жай болса, ер азамат қалай қарап жаталар. Нәзік жанды қыз біткеннің тірегі, елі үшін аянбай тер төгеді. Осы ерлер қорғаушымыз болмаса, бізге кімдер гүл сыйлап, көңіл бөледі. Бейбіт елдің биігінде қалықтаңдар қарандар, шаттықпенен төмендемей шырқалсын ән, ұрандар. Баршаңызды қасиетті Рамазан айы мерекесімен тұспа-тұс келген 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жүздеріңіздегі нұр, жүректеріңіздегі иман арта берсін. Әрдайым Қазақстан азаматтарының ынтымақ бірлігі берік болғай.